Торғай мен тышқан ертегісі. Баяғыда торғай мен тышқан дос болыпты. Екеуі бірігіп егін егіпті. Тышқан жерді аяғымен қазып, торғай тұмсығымен шұқып, дән сеуіпті. Егін жері өте жақсы шығыпты. Торғай мен тышқан бітік өскен бидайын жинап алып, тең бөлісе бастайды. Бір бидай артылып қалады. Соны қайсысы аларын білместен, ақыры жанжал басталады. Торғай тұмсығымен шоқып, тышқан тырнағымен тырналап, бір-бірімен ұзақ төбелесіп қалады. Маңайында арашалайтын ешкім болмаған соң, бір кезде екеуі шаршап барып тоқтайды. Ақыры өздерінің билеріне барып жүгірмек болады. Алдымен тышқандардың биіне келеді. Тышқандардың биі болса, бұл бидайды тышқан алуға тиіс. Өйткені тышқанның күші көп. Ол тырнағымен жер жыртып, ұртымен бидай септі дейді. Бұған торғай келіспеген соң, тышқан екеуі торғайлар биіне келеді. Торғайлар биі оларға ұзақ қарап, бұл бидай торғайдың кім? Себебі торғай егінге түскен барлық құрттарды жеп тауысқан. Күнде үстінде ұшып жүріп, егінді күзеткен дейді. Бұған да келісе алмаған соң, торғай мен тышқан даладағы бір қой бағып жүрген шалға келеді. Шал дәнді алып, екеуіне тең бөліп береді. Бұған торғай да, тышқан да риза болып, өз жөндеріне кеткен екен. Достар, менің ертегім ұнады деп ойлаймын. Сау болыңыздар.